Сәлем команда, қазір сіздерге хэштег беріледі. 1 минуттан кейін сол 1 минуттың ішінде сіздер пост саласыздар, постты қараңыздар қалай саласыздар. Менде алдын ала дайындалған постым бар, арнайы копилкам бар. Оны постты копировать етіп аласыздар да прямой инстаграмға барасыздар. Инстаграмға барып, кәдімгі плюсик бар ортада, сол жерге басып посттарыңызды саласыздар. Мен дайындап тұрған фотомды қоймақшымын, сәл алыстатқым келіп отыр. Енді далені басамыз. Ары қарай уже постымды вставить етемін. Видите подпись деген жерге саусағыңызбен басып қаттырақ тұрсаңыз вставить деген жазу шығады. Соны бассаңыз пост, яғни скопировать етілген пост алдын ала шығып дайында тұрады. Енді не істейміз ары қарай? Осы жерге дәл мен берілген хэштегті жазасыздар. Ол үшін прямой WhatsApp-қа кіріп, мен жіберілген хэштегті копировать етіп аласыздар. Мен оны инста бренд чатына жіберем, ал қазір мына жерде дайын тұрған хэштегті мен копировать етіп аламын. Копировать етілмесе ол шықпайды, сондықтан любой нәрсені копировать етіп жүріңіздер. Мына жерде ана қараңыздар, посттың астына мен хэштегті жазамын. Платный хэштег, платный лайктаймға қатысып отқан қыздар, сіздер менің берген хэштегімді де басқа бөлек чаттағы хэштегті деп бірге жазсаңыздар да болады. Бұлайша айтқанда бір оқпен екі қоян атасыздар. Ал енді тегін қатысып отқан қыздар, осылай мен берген осы хэштегті осылай жазасыздар и ары қарай поделиться деп жасаймыз. Енді завершениені күтеміз. Завершение болғаннан кейін сразу енді пост салуға 15 минут беріледі. Мен қазір кешіктірем, сондықтан 15 емес 20 минуттан кейін уже сіздер мына постты салып, ары қарай не істейсіздер. Мына жердегі посттың астындағы хэштегтің үстінен басамыз. Міне публикация біреу ғана, яғни мен ғана салып отырмын. Қазір сіздерге берілгеннен кейін 10 шақты қыз посттарын осы хэштег бойынша салса, бір-бірімізді осылай тауып алып, тез-тез бірінші флажок, яғни осы сохранение деген жерді басамыз. Флажок қара жану керек, сразу ары қарай лайкты басамыз. Лайктан кейін уже соның жанында тұрған комментарий жазамыз. Постқа сай комментарий жазып опубликовать етесіздер. Болды, осы 3 флажок, лайк и комментарийлерді жазасыздар.